Саламатсыздар ма әріптестер және студенттер. Түркістан облысы Адами әлеуетті дамыту басқармасы Арыс қаласы номер 17 колледждің тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу мамандығы бойынша өндірістік оқыту шебері Жоланова Эльмира Балтабайқызы. Бүгінгі менің бейне сабағымның тақырыбы әйелдер иық бұйымдарының артқы орта сызықтық құрылысы. Сабақтың мақсаты сызба құрастыру барысында дене бітімінің келбеттік ерекшеліктерімен түрлі дене сұлбасына арналған орта сызықтағы бұру мөлшерімен таныстыру. Әйелдер иық бұйымдарының артқы орта сызықтарын түрлі дене бітімінде құрастыруды меңгерту. Күтілетін нәтиже сызба құрастыру және дене бітімінің келбеттік ерекшеліктерін ажырата алады. Түрлі дене сұлбасына арналған орта сызықтағы бұру мөлшерін анықтайды. Әйелдер иық бұйымдарының артқы орта сызықтарын түрлі дене бітіміне құрастыруды меңгереді. Сабағымыздың жоспары сызба құрастыру ерекшеліктері туралы мәлімет, дене бітімінің келбеттік ерекшеліктері, түрлі дене сұлбасына арналған орта сызықтағы бұру мөлшері, әйелдер иық бұйымдарының артқы орта сызықтарын құрастыру және бекіту сұрақтары. Сызба құрастыру ерекшеліктері: егер дене бітімінде кемшіліктері және дененің қандай да бір ауытқуы бар болса, сызба түсіру барысында дене бітімінің барлық ерекшеліктерін ескеріп, мойын және бел сызықтарының иілісінің мөлшерін дәл анықтау керек және тұлғаның анықталған кемшіліктерін көзбен қарағанда азайтып көрсететін элементтер мен құрылымдық сызықтарды ұсынуы тиіс. Әртүрлі тұлғалар үшін сызба түсіру кезінде дене құрылысын айқындауға, оның ерекшеліктерін анықтауға, дене тұлғасының шартты пропорциядан ауытқу дәрежесін белгілеуге мүмкіндік беретін өлшемдерді нақты алудың үлкен маңызы бар. Сызба түсіру барысында өлшеулердің нәтижелеріне және дене бітімінің барлық ерекшеліктеріне талдау жүргізеді. Бұл дәл құрылымды алуға көмектеседі және жеке тапсырыстар бойынша киімді жемісті әзірлеудің қажетті талабы болып табылады. Сызба түсіру барысында пішімнің дәлдігін және тігістерге арналған кеңдіктің ұтымдылығына айрықша көңіл бөлінуі тиіс. Кеңдіктердің артық болуы бұйымның сыртқы түрін нашарлатады, қайта өлшеп көру қажеттілігін тудырады. Дене бітімінің келбеттік ерекшеліктері: бұл дене бітімінің негізгі үш типті тұлға қарастырылған. Қалыпты дене, келбетті дене бітімдері, шалқақ дене бітімдері, еңкіш дене бітімдері. Дене бітімінің қалыптасуы адамның қаңқасының құрылысына және өмір сүру дағдысына тікелей байланысты. Қалыпты дене бітімінде бел иілісінің орналасуы қалыпты болады, ал шалқақ дене бітімінде бел иілісі ішке қарай кіріңкі болады. Еңкіш дене бітімінде керісінше бел сыртқа қарай иіліп кетуі мүмкін. Дене бітіміне қарай бұйымның артқы бой сызбасын құрастыруда орта сызықты дұрыс түсіру керек. Себебі дұрыс түсірілмеген сызба киімнің конструкциялық ақауының туындауына әкеліп соғады. Мына жерде бізде адамның дене бітімінің түрлері көрсетілген. Яғни бұл жерде бірінші қалыпты дене бітімі, екінші еңкіш дене бітімі және үшінші шалқақ дене бітімі көрсетілген. Түрлі дене сұлбасына арналған бел сызығына дейінгі бұру мөлшерінің кестесіне қарайтын болсақ, бұл жерде түзу силуэтке бұру бөлшектері, бұл тіліктері артқы бойда 1 см, ал тіліксіз артқы бойда 1,5 см беріледі екен. Силуэті жартылай қынамалы денелерде бұл жерде тіліктері артқы бойда 1,5 см, тіліксіз артқы бойда 1,5-2 см. Қынамалы силуэтте тілікті артқы бойда 1,5 см, тіліксіз артқы бойда 2 см болады екен. Түрлі дене сұлбасына арналған мойын сызығына дейінгі бұру мөлшерінде негізі А0 штрих тең болады, яғни қалыпты дене келбетті дене бітімдері үшін 0,15 см-ге тең болады екен. Ал шалқақ дене бітімдері үшін 0 см-ге, еңкіш дене бітімдері үшін 1 см-ге тең болады екен. Әйелдер иық бұйымдарының артқы орта сызықтарын құрастыру. Артқы бөлігі тіліксіз, яғни тұтас бұйымдарда А0 нүктесін О нүктесіне тура сызықпен қосады.
О нүктесін Б1 нүктесіне тура сызықпен қосамыз және етегі деңгейіне дейін жалғастырады. Артқы бойдың жоғарғы бөлігіндегі орта сызықтық иілген сызықпен безендіру тиіс. Артқы бойды тілікті жартылай қынамалы және қынамалы силуетті бұйымдарда бел сызығы бойынша қынауды көбейту үшін қосымша нүкте жобаланады. Яғни бұл 0,1-1,5 см болады екен. Қалыпты дене тұлғасы үшін мойын ойынысының сызығы А0 нүктесінен көлденеңінен оңға қарай артқы бой мойын ойынысының еніне тең түседі екен. Яғни жартылай мойын айналымының 3-ке бөліп және қосымша мойын ойынысының енін қосымшасын қосады екенбіз. Артқы бой мойын ойынысының ені 0,5-1 см, жетінші мойын омыртқасы тұсын май басқан немесе иық белдігі тұсындағы бұлшық еттері дамыған дене бітімдері үшін. 1-1,5 см бұл арқа қисықтығы үлкен дене бітімдеріне арналған. А2 нүктесінен артқы бой мойын ойынысының биіктігінен төменге түсіреді. А2, А1 тең болады. А0, А2-ні 3-ке бөліп және артқы бой мойын ойынысының биіктігінің қосымшасын қосады екенбіз. Мұндағы А0, А2 май басуға қосымша және артқы бой орта тігісі бойынша бүкпе ендігі есебінсіз қабылданады екен. Артқы бойдың орта сызығындағы мойын ойынысының және бел сызықтарын орналастырудың сызбасы көрсетілген мұнда. Қалыпты дене бітімі үшін бұл жерде сызбасында мойын мен бел сызығы қалыпты сызықта орналасады екен. Еңкіш дене бітімінде мойын сызығы алға иіліп, бел сызығы қалыпты сызықта орналасады. Шалқақ дене бітімінде мойын сызығы алға сәл иіліп, бел сызығы ішке барынша иіліп орналасады екен. Бекіту сұрақтары. Сызба құрастыру ерекшелігі туралы не білесіздер? Адамның дене бітімінің қандай түрлері бар? Дене бітімінің келбеттік ерекшеліктері неге байланысты? Түрлі дене сұлбасына арналған орта сызықтағы бұру мөлшерін анықтаңыздар. Әйелдер иық бұйымдарының артқы бой сызықтарын қалай құрастырамыз? Қорыта келгенде, сіздер дене бітімінің түрлерімен, олардың ерекшеліктерімен танысып, сызба түсіру барысында дене бітімінің барлық ерекшелігін ескеріп, мойын және бел сызықтарының иілісінің мөлшерін дәл анықтауды, сызбаны дұрыс әрі дәл түсіруді меңгердіңіздер деп ойлаймын. Осымен менің бүгінгі бейне сабағым аяқталды. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет.